Сәлем, бізді көптен күткен, не болмаса кездей соқ көріп қалған көрермендеріміз сіздермен мен Қазбек Досбек, біз бастаймыз. Есімің кім? Айша, жасың қаншада? 10-да. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Біз бастаймыз. Сәлем. Есімің? Нұрислам. Танысқаныма қуаныштымын. Жасың қаншада? 8-де. Есімің кім? Али, жасың қаншада? 8-де. Есімің? Алинур. Жасың неште? 8-де. Менің атым Алихан. Сенің атың Алихан. Тамаша. Менің жасым 7-де. Күшті. Есімің? Айым. Сәлем. Жасым 7-де. Есімің? Гүлім. Жасың қаншада? 10-да. Есімің? Жасмин балада. Жасың нешеде? Жасым 10-да. Есімің? Есімім Ақниет. Жасың қаншада? 13-те. Есімің кім? Кәусар. Жасың қаншада? 10-да. Көңіл күй қалай? Жақсы. Тамаша, Кәусар, қазір мен саған бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға емін-еркін жауап бер, жарай ма? Ең алғашқы сұрағым, жалпы актер дегеніміз кім? Актер деген әрқандай киноларға түсетін кейіпкерлер. Актер деген киноға түсетін адамдарды айтады. Актер деп. Ол киноға түсетін кейіпкеріміз. Актер деген роль ойнап, сондайларға әртіс адам ол. Актер деген осындай киноларға түсетін, осындай жүлделер алатын, осындай киноларға түсетін үйлерді актриса дейді. Актриса дегеніміз ол басты рөлдерде ойнайды. Және де ол рөлдерде қызықты кейіпкерлердің рөлін ойнайды. Актер деген өзінің несін, ойын, несін барлығын шығара алатын, қысылмай жүре алатын адам деп ойлаймын. Ал қандай өнерің бар? Мен ән айта аламын, домбыра тарта аламын. Қазір айтып бересің бе? Ән ба? Иә. Кән? Қыздекеге жақын дейді өмірде, бұл сезімді менде дейдің көңілге. Тәрбие мен әке жауаптысың, қыз баланың жақсы өскеніне. Әкетайым әкешім, асқартауын сенсін тілегім. Қыз дегенің қадір емес пе, күздек сосын сенің жүрегің. Ол қыздарың әке аман боп жүрсін, үлкенге көзге көңілің толсын. Шаңырақтан бізге бақ дәулет қонып, әрқашанда әке бақытты болсын. Шаңырақтан бізге бақ дәулет болып, әрқашанда әке бақытты болсын. Толғанда арманыма ұқсатқанмын, үлгімді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқанын. Ұстазым менің ұстазым, өзімен өткен қыш жазым, қалдырған ізім мәңгілік, жадымда тұра жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Ой, бәрекелді, тамаша. Кешірім деген нәрсені сен қалай түсінесің? Кешірім деген бір нәрсені бүлдіріп қойғаннан кейін оған қатты ұрыспай, кешірім сұраса, жай ғана кешіре салу деп ойлаймын. Кешірім деген адам кешіру. Кешірім деген бір қателік істеп қойсаң, сол кешірім сұрайды. Досыңды ренжетіп қойсаң, кешірім сұрап барасың. Кешірім сұрайсың. Кімнен кешірім сұрағансың соңғы рет? Соңғы рет Асылжан, өзім інімнен, ағамнан. Кешірім деген, мысалы, екі адам ұрысып қалса, содан бір-бірінен қайтадан келіп кешірім сұрайды. Кешірім деген ол досынан ренжісіп қалсаң, кешірім сұрайсың. Ренжіскен үшін кешірім сұрамасаң, өмір бақи ұрысып жүре бересің.
Достық дегеніміз не, Кәусар? Достық деген екі қыздың сырласқаны, бір-бірін сағынғаны, көмек сұрағаны, соны достық дейді. Көмектесу, дос болу, өмір бақи дос болып өту. Бізбен аға ініміз болады, солармен достық. Жақсы көру, достасу, достармен бірге ойнаған сондай достық дейді. Мысалы, екі қыз ұрысып қалса, и соны татуластыратын достық. Достық деген ол ең жан досымыз болу керек. Мысалы, сатқан дос болмау керек. Мысалы, көмекке мұқтаж адам ол дос. Достық деген ол адал қатынастық, керек жағдайда ол дос көмектеседі. Достық деген ол дос болу, жақын досыңмен тілдесу, дос деген досыңмен жақын араласу, досыңмен ойнау, сондай сол дос деген. Бірінші маусым қандай күн? Балалар қорғау күні. Сол балаларды қорғау күнін кім ойлап тапқан? Оны осы Шымкентті басқаратын әкім. Президент. Балалар қорғау күні. Соны кім ойлап тапқан балаларды қорғау күнді? Президент. Президент, осы күн болса екен, осы күнге қояйық деді ме? Мысалы, өзіңнен кішкентай балаларды біреулер тиісіп атса, соны қорғап ал. Балалар көңілді жүру үшін. Оларға көңіл бөліп, сол мерекеге, сол күнді мерекеге ойластырған деп ойлаймын. Мерекеге айналдырған деп. Балаларды қорғау үшін және де балаларды қорғау күні ол не мақсатпен ойландым, одан таптым ол мақсат. Қойшы, таптың ба? Иә. Қандай мақсатпен? Ана бет істеп бет ойландым да, бет қорқып отырдым. Қайттан ана көмейім бет ашып кеткенде, одан бет қайттан шығады. Солайдан таптым. Кітаптарда жазылған, мен оқығанмын оны. Яғни балалардың мерекесі балаларды кейде көңіл көтеріп қыдыртады. Мысалы, мен ол кездерінде талай қыдырған күнім болды. Балаларды көңілін көтеріп, сол не қылу үшін, мен ойымша. Көңіл көтеру үшін. Иә. Сен қандай супер қабілеттерін таңдайтын ең? Мен адамның оқуға қабілеті. Ойын оқып ба? Адамдардың ойын білу. Ұшып кетеді. Ұшып кететін? Сол қабілет берілсе не істейтін? Мысалында, бір жаққа мысалында пайда болып, не қылған қабілеттерді мен негізі анатамын, телепортация жасағанды анатамын. Адамның ойын оқуды таңдайтын едім. Неге? Себебі басқалар сенің алдында тұрып, саған күліп тұрғанмен ішінен жаман нәрсе ойлап тұруы да мүмкін. Сондықтан адамның ойын оқуды таңдайтын едім. Ата-анаң саған барлығын істеп берем десе, ең бірінші не істетіп аласың? Мен бірінші актриса болып алатын едім. Бірінші үйірмелерге қатысу. Бірінші мен арманым жұлдыз болу. Косметика алатын едім. Қыдырат жақаға шығып келеді, саябаққа. Армандап жүрген нәрсе бар ма? Армандап жүрген палау, тамақ сондай. Палау, тамақ? Мен көзім минус болып кеткен екен, соған очки әлі алу есімізден шығып жүр, соны алу керек деп айтар едім. Очки алатын едім. Иә. Ең бірінші мен скутер сұраушы едім. Соны әперейін деп жатқан атам менің. Ал және ең басты менің арманым ата-анамның аман болуы, ата-анамның бақытты болуы, біздің бақытты болуымыз. Бұл ең бірінші арманым. Сен 30 жасқа келгенде не істейсің? 30 жасқа келгенде ата-анама көмектесіп, керек жағдайда көмектесіп тұрам. Мен жұмысқа тұрып, ақша табым. Ақша табасың. Анамды асырайым. Футболға барасың. 30 жасқа келгенде жұмыс істеймін, балалы болам. Сен 30 жасқа келгенде не істейсің? Жұмыс жасайтын едім. Жұмыс істеймін.
бала шағам болады. 30 жаста үйленбесем үйленетін едім. Сосын жұмыс істейтін едім. Қандай? Тамада. Сен не істейсің? Өзіңді елестетші. 30 жасқа келгенде әлілерін қорғаймын, тиіскен адамдарды аямаймын. Тұрмысқа шыққан, үлкен, сосын жұмысың бар. Болды. Мен әкеме уәде беріп қойған едім. Мен үнемі орамал тағып, басымды жауып, андай не қылып, ашық-шашық киінбей, орамал тағып, кәдімгідей жақсы апаға жақсы күйеуге түсетін едім. Ал күйеудің өзі андай намаз оқитын, сондай Құран, сондайлардың бәрін білетін болса деймін. Өзімді ашық-шашық ұстамай, шашымды буып, түйіп, орамал тағып, кәдімгі мұсылман әйелдер сияқты болғанымды қалаймын. Ойлашы, сен Шымкент қаласының әкімі болып кеттің. Не істейсің? Мен әртүрлі нелер ойындар саламын, ойыншықтар саламын, неше түрлі ғимараттар саламын, мешіт саламын. Шымкентті сәндеп әдемілейтін едім. Шымкентті әдемілеп, сәндеп өзгертетін едім. Әдембеспін емес. Жоқ, әдемі, қатты әдемі қылатын едім. Көп үйлер жасаймын адамдарға, сосын балдарға ойын алаңын жасаймын. Шымкент қаласында болсам ба, жүгірем, ойнаймын, достарыммен дос боламын. Әкім болсаң ба? Иә. Қойшы, ойнап жүре бересің ба? Жұмысты кім істейді? Жұмыста ойнап болған соң үйге кіремін де жұмыс істеймін. Үйсіз жайсыз адамдарға үй беру, және жұмыссыз адамдарды жұмысқа алу. Әкімі болғанда мен осы қаланы өзгертіп, газы су жоқ адамдарға көмектесер едім. Жетімдерге ата-анасын үй тауып беретін едім. Ол кездерінде мен, мысалы, қазір кедей адамдар бар. Далада қарны ашып, не қылған адамдар бар. Мен баяғыда келе жатқан кездерімде бір әйел баласы кішкентай, баласымен андай жылап отырған көрген едім. Жаным ашып тиын тастаған едім. Сондай сияқты көп кедейлерге оларға ақша беріп, үй алып бергенін, сондай не бергенін, сондайға көмектескен қалаймын, көмекке мұқтаж жандарға. Папа, мама, сіздерге көп рахмет. Сіздерді қатты жақсы көрем. Осы бағдарламаға алып келгендеріңіз үшін. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көрем. Осындай әдемі жерге алып келгендеріңізге рахмет. Осы көріп отқан ата-аналарым мен, ата-апаларым, достарым, бәріңізге рахмет. Сәлем, мама, папам, қалайсыздар? Жақсыздар ма? Мен осы киноға түстім. Сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздерді қатты жақсы көрем. Ата-анасызды жақсы көремін. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көремін. Сіздерге үлкен рахмет. Мен осындай жерге алып келіп, оқытып бастағандарыңыз үшін сіздерді қатты жақсы көремін. Әке, ана, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Және сіздермен ютубқа түскенді барлығын тамашалап отырасыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Әке, мама, сәлем. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ата-анам, сіздерді мен қатты жақсы көремін. Осылай тәрбие беріп, маған тәрбие тәлім бергендеріңізге көп рахмет. Мені осындай жетістіктерге жеткізгендеріңіз, олардың бәрі сіздердің арқаларыңыз. Осы жерге де мені алып келген сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер әлемдегі ең керемет ата-анасыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер мені үлкен жетістіктерге жетіп салдыңыздар. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Ой, тамаша, бәрекелді. Жасмин, сенімен танысқаныма қуаныштымын. Рахмет бүгін бізге келген үшін, сұхбаттасқанымыз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта саған тек қана жақсылық тілеп, саған армандарыңа жете бер.
сенімен тағы да келесі бағдарламада жүздесеміз деген ойдамын. Жарайды. Ал егерде құрметті достар, сізде өз балаңызда біздің бағдарламада көргілеріңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар академиямызға келіп, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Қош сау барыңыздар.